Әр үшінші әйел дәл қазір темір тапшылығы анемиясымен зардап шегіп жүр. Бірақ оны өзі де білмеуі мүмкін. Сен үнемі шаршап жүресің, бірақ ұйқың қалыпты. Шашың уыстап түседі, тырнағың тез сынғыш, терің бозарған, құрғақ, және де тез шаршайсың, оны стресске, бала күтіміне шаршап жүрмін ғой деп ойлайсың. Бірақ ол шаршағаннан емес, темір жетіспеушілікті анемиядан. Неге бұлай болады? Ай сайынғы етеккір ол темірдің жоғалуы. Бала емізу, бала туу ол да ағзаға үлкен күш. Және де ет тағамдарын көп жемеу, тамақпен дұрыс сіңбеу, яғни ас қорыту жүйесінде аурулары болған жағдайда бұл темір дұрыс ағзаға сіңбейді. Тағы бір маңызды нәрсе, сен дұрыс тамақтансаң да шай, кофе, кальций олар да темірдің сіңуін тежейді. Қазір не істеу керек? Ферритинға жалпы қан анализін тапсыр. Ферритин әйел үшін 12 емес 50-ден жоғары болу керек. Қызыл ет, бауыр, чечевица же және витамин С-мен бірге қабылдасаң болады. Шай мен кофені тамақтан соң 1 сағаттан кейін іш. Егер де ферритинің 30-дан төмен болса, онда дәрі қажет болады. Күтпе, дереу дәрігерге қарау. Осы видеоны сақтап қой да үнемі шаршап жүремін деген құрбыңа жібер. Ал сен ферритинді соңғы рет қашан тексердің? Пікірге жаз.